Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі көмекші етістіктердің қажеттілікті, міндеткерлікті сипаттайтын түрлерімен танысамыз. Олар must және have to. Must және have to бұлар мағынасы жағынан бір-біріне өте жақын етістіктер болып табылады. Must қажеттілікті сипаттаса, have to көбіне міндеткерлікті білдіреді. Енді олардың әрқайсысының қызметіне жеке-жеке тоқталып өтейік. Have to көбіне ережелерге, заңдарға қатысты қолданылады. Мысалға, I have to wear a uniform at work. Мен жұмыста униформа киіп жүруім керек. Have to көмекші етістігі және toдан кейін негізгі етістік wear қойылған. Ал must болатын болса, ерекше жағдайлардағы міндетті немесе жеке адамның өзінің шешімін, көзқарасын білдіретін көмекші етістік болып табылады. Мысалға, we must see the Lord of the Rings. Біз «Властелин колец» фильмін көруіміз керек. Көріп тұрғандарыңыздай must көмекші етістігі және must етістігінен кейін see етістігі қойылған. Must және have to етістіктердің мағыналары бір-біріне өте ұқсас болғанымен, олардың арасында бірқатар айырмашылықтар бар. Бірінші айырмашылық must модальді етістіктердің қатарына жататын болса, have to нормал етістік болып табылады. Яғни must етістігі тек осы шақта ғана қолданылады. Оның өткен шақтағы формасы have to-дің өткен шақтағы формасы had to-ге түрленеді. Must етістігі жақтарға қатысты ешқандай өзгеріске ұшырамайды, ал have to етістігін біз үшінші жақта has to-ге өзгерте аламыз. Екінші айырмашылық must have to-ге қарағанда мағынасы жағынан күштірек. Яғни must қолданылған сөйлемде біз бір іс-әрекеттің іске асуы аса қажет екенін, онсыз болмайтындығын түсінеміз. Үшінші айырмашылық ағылшын тілінің мәдениетінің өзіндік ерекшеліктеріне қатысты. Ағылшындар екінші бір адамды бір нәрсені жасауға міндеттей алмаймыз деп есептегендіктен, біз екінші жақта сен осылай істеуің қажет. Мысалға алатын болсақ, you must come to see me. Сен мені көру үшін келуің қажет деп айта алмаймыз. Must және have to көмекші етістіктері сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Have to алатын болсақ, болымды сөйлем кезінде you have to wear a seat belt in a car. Сен машинеде отырғанда қауіпсіздік белдігін тағып алуың керек немесе қажет. Сұралы сөйлем жасау үшін біз есім мағынасын беретін сөздің алдына do көмекші етістігін шығарамыз. Have to көмекші етістігі өз орнында қалады және wear негізгі етістік қойылады. Do you have to wear a seat belt in a car? Сен машинеде отырғанда қауіпсіздігін белдігін тағуың керек пе немесе қажет пе деген сөйлем жасалады. Must көмекші етістігі болымды сөйлем кезінде we must bring peace to the world. Біз әлемге бейбітшілік алып келуіміз қажет. Бұл адамдардың өздерінің жеке шешімі. Енді сұралы сөйлем жасау үшін біз must көмекші етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына шығарамыз сөйлемнің басына. Сол кезде must we bring peace to the world? Біз әлемге бейбітшілік алып келуіміз қажет пе деген сияқты сөйлемдерді құрастыруға болады. Болымды сөйлем кезінде must және have to етістіктерінің арасында үлкен айырмашылық болмағанымен, болымсыз сөйлем кезінде олардың арасында өте үлкен айырмашылық бар. Айырмашылық олардың мағынасына қатысты. Мысалға, must болымсыз сөйлем кезінде prohibition рұқсат етілмейтін іс-әрекеттерді білдіреді, немесе тыйым салынған іс-әрекеттер. Мысалға, you mustn't drive a car. Саған машине айдауға болмайды. Бұл жерде адам 18 жасқа толмаған болуы мүмкін, немесе адамның машинені айдауына қандай да бір себептерге байланысты тыйым салынған. Екінші етістік have to бұл бір нәрсенің қажет немесе міндетті еместігін көрсетеді. Мысалға, you don't have to drive a car. Саған машина айдаудың қажеті жоқ, немесе саған машина айдау міндетті емес. Мына жерде машина айдауға тыйым салып тұрған болса, must көмекші етістігі. Екінші сөйлемде машина айдауға міндетті еместігін немесе оның қажет еместігін білдіріп тұр. Ауыз екі тілде have to көмекші етістігінің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, have to құрылымның орнына біз have got to деген құрылымды да қатар қолдана береміз. Мысалға, I have to look after his baby. Мен оның баласына қарауым керек. I have got to look after his baby. Мен оның баласына қарауым керек. Мағыналарында ешқандай айырмашылық жоқ. Және бір қызық жайт, американдық ағылшын тіліндегі
Got-та етістігі бастапқы кезде have got to етістігінің қысқаруынан туындаған, have got to got to айналған, ең соңында ол got-та деген күйге келген. Мысалға американдықтар ағылшын тілінде I gotta go, менің кетуім керек деген сияқты сөйлемдерді емін-еркін айта береді. Gotta етістігінің бастапқы күйі негізінде have got to болатын. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да модалды етістік түрлерімен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше